Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тіл сабағы 46-шы сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз сөйлем. Ең алдымен каналға жазылып алыңдар. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді тыңда дейді. Нан қоқымын шашпаңдар. Нан ардақты адалас, кәрі жас оны аттамас. Ақ дастархан үстінде қол жумай оны ұстамас. Нан қоқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар. Теріп алып қастерлеп, торғайларға тастаңдар. Өтебай Тұрманжанов деген кісінің өлеңі екене балалар. Өлең мазмұны бойынша өз ойыңды айт. Және нанның қоқымын неге шашуға болмайды? Кәрі жас сөздерінің мағынасын біліп ал дейді. Осы сұрақтарға жауап беріңдер балалар. Өлең мазмұны жалпы нан туралы айтылған. Нан бізде ең құрметті астың бірі. Нанды баспау керек, шашып жерге тастамау керек. Сол туралы айтылған екен. Нанның қоқымын шашуға болмайды. Өйткені ол ең ардақты, адал біздің асымыз екен. Кәрі жас сөздерінің мағынасын біліп ал дейді. Кәрі деген біздің ата әжелеріміз, үлкен кісілерді кәрі жастағылар деп айтады. Ал жас дегеніміз бұл жас балалар, жас өспірім қыздар, ұлдарды айтады. Жақсы балалар, келесі екінші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. Қап-қап ұн алдық, әппақ ұн алдық. Жаңылтпашты жазамыз. Үшінші жаттығу. Ребусты шеш, шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра. Таға, мысық суреттері берілген екен. Бұл жерде таға және мысық дегенде м әрпін қосып, сонда тағам сөзі шығады екен балалар. Дәптерімізге жазып аламыз. Балалар сау болыңдар, каналға тіркеліп алыңдар.